Так, ребята, на выход. Болды. Рахмет. Не болды? Өлдің ба? Жұтасыз оны баклашкасымен. Или ішіңде огород бар ма? Кәдім 40 жыл Египетте құлдықта болған адам құсап іштің ғой сен сол. Бәке енді іштен шықтық қой, шөлдедік қой. Қандай іштен шықтың сен? Әсел пештен шықтың ба? Құрғап кеуіп қапсың ғой кәдімгі. Или ішіңде біреу лайылдеп жатыр ма? Амандастыңдаршы бірінші халықпен. Ассалаумағалейкум. Есен бір адам жайдарман беріп жатыр дегеннен кейін кеп қалдық енді самал іштен. Бәке, полуфинал командаға жаңадан игроктар алдым. Сен сәл ақылдаспайсың ба? Немене бәле мынаның түрлері? 30 жыл аң аулаған браконьерлер құсап. Не істейсің бұлардың бәрін топырлат, қойдың құмалға құсат? Бәке енді сотталатыны бар, өлетіні бар. Мандыраж. Не ап тупит етіп тұрсың? Алғаннан кейін кішкене реңді, мен сияқты красавчик, бедный балдарды алмайсың ба? Не болды? Әдемілік болып тұр қой. Сен кәдімгі мынерде құрбандық болып тұрсың ғой? Соғым болса бірінші сойылып кетеді сияқтысың ғой сен? Қай жылғысың сен өз? 2006, чотам. Немене бөле үйіңдегілер вермешелге жем араластырып берген ба сені? Кәдімгі ауылдағы сәбит көкем сиыр ұқсап семіріп алыпсың ғой? Сиыр хотя бы сүт береді ғой? Сен просто семіре берген екенсің ба? Құрт мынандайлар, вообще керек емес мынандайлар. Бәке, керек болады, көмек болады ғой бізге қазір. Тоғарыңдар, мынау лаңғайыр қазақтың жеріне сен де сиясың, сен де сиясың, сендер де сиясыңдар. Бәріміз сиямыз. Мынандай драм театрларды қайдан жинап аласың? Құрметті көрермендер, мыналардың ойынша мынау негізі әзіл. Күле саңыздаршы, өтініш, пожалуйста. Жалынбай ешкімге, күлмесе күлмей-ақ қойсын. Өзіміздің жігіттер күледі, күліңдер. Бәке, ана қарсылас командаларын қатты дайындалған, мықты. Аналардан қорқу керек. Не істейміз енді, қорқамыз ба? Ойбай, мама! Қайтып қорған еді, қорғаныз. Ай, деп қорғама. Олардан қорқпаңдар. Біздің олардан IQ-міз жоғары. IQ деген не еді өзбегім? Бұл IQ деген кезінде ақсақалдар IQ беріш дейтін еді. Сол ауфа қоду. IQ бастар. Қалай IQ бастар? IQ бастар. Қалай IQ бастар? Кәдімгідей IQ бастар. IQ тек баста болмай ма? Мынау сәлемдесу қосылған көрініс дейді. Есен аға да қызық адам бір ауыз ақылдаспай ма бізбен? Кеп, бір жан көрініс ойнай аласыңдар ма деп сұрамай ма? Бұрыста тұрып бір бәлелер шығара береді деген бұл кісіде. Не бар енді, бар ма көрініс? Бар, отбасылық жағдай деген. Болды енді, амал жоқ, ойнайық соны. Хабарлау онда, чорт. Өзің чорт, хабарламайын мен. Мен екем ғой чорт. Сонымен көреміз отбасында болған жағдай. Балам,
Сен бүгін мектептен самсорлапсың ғой. Мен саған қандай тәрбие бердім? Қазір әкең келеді. Ей, сорлы қатын. Мына баланың тәрбиесіне қарамайсың ба сен? Сахнаның артынан естіп қойдым, жаңа самсорлапты ғой бұл. Тәрбиесіне мән бермейсің ба осы баланың? Сендер болатынға да, болмайтынға да күле бермеңдерші. Мыналар адам болмайды. Бұл баланы ұру керек. Мұхит, қой, сенің қолың ауыр, баланы өлтіресің. Шыбын жанын қый. Игровойың атасына өлет дүбара. Кішкене қатын құсап ойнатшы, өтініш. Сорлы қатын, мен саған айттым, осы баланы колледжге берме дедім. Берем. Берме дедім. Берем. Биғайша, мен саған жай сөзбен айтып атырмын. Берме. Мұхит, мен де саған жай сөзбен айтып атырмын. Берем. Бересің ба конкретно? Берем. Жүрші там яқа онда. Анашығым, әкешігім, тоқтаңыздаршы. Мен балалықпен 2 самса ұрлап қойыппын. Кешіре салсаңыздар болады ғой. Өтініш ұрыспай, тату-тәтті отбасы болып өмір сүрейікші. Әкешігім, Балашығым. Или ойнамай қоя салу керек пе? Көрініс ойнамай қою керек болса, мына Астанада забери меня дей ма, бірдеңе бар дейді. Бәріміз кешке сол жерге барамыз ау. Мына жайдарман деп өлетін болдық қой. Спирттен өлдің ба, атаңын ет алғаш. Сәл шыдасай барамыз ғой бәріміз қазір біткеннен кейін. Мынау қазылар алқасы, біз финалға өтсек, чемпион болсақ, барлықтарыңызға бір жылқыдан береміз. Тышқақ лағың жоқ қой сен, не бермекшісің? Спонсорсыз келдің ғой сен Астанаға. Жолда қатқаннан жеп келдің ғой. Ой, жайдарман ғой бұл, сөйтіп айтасың ғой. Мен бір жылқыдан жетектеп келді дейсің ба? Өтірік қой. Қақтамын, Болдың ба? Болдым. Бітірейік онда. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Самалыш құрамасы, Шымкенттің рухани байлығы.